Сәлем әлем, Караван Кизет медиа порталында жаңа подкаст, жаңа сұхбат. Бүгін менде қонақта белгілі редактор, көптеген жобалардың авторы, қазіргі Харри Поттер кітабының бас редакторы Назгүл Қожабек. Қош келдіңіз. Рахмет, сәлеметсіздер ме? Сұхбатқа келісіп келгеніңізге рахмет. Бізге студияға. Бірінші сұрақ бірден енді қазіргі дау-дамайға байланысты шығар. Өзіңіз мүмкін шаршап кеткенде боларсыз. Бірақ енді қойын сонда да. Ең алғаш осындай бір атау қоярдың алдында ойладыңыз, осындай бір біреулер болады деп. Оларға ұнамай деген сияқты. Қалай ойлайсыз? Жоқ, әрине ол ұнамайтыны да және жұрт түсінбейтіні де о баста белгілі болды. Бұл Харри Поттердің бірінші кітабы шықпай жатып ақ, біз әлеуметтік желіде жарнама жасай бастағанда, міне шығарғалы жатырмыз дегенде, сол кезде басталған бұл әңгіме. Неге бізбен ақылдаспайсыңдар деген әңгіме де болды. Оқымаймын мыналарыңды дегендер де болды. Мынау не сұмдық деген де болды. Қайда қарап отыр, тіл комитеті қайда қарап отыр, тіл білім институты қайда қарап отыр, мынау не сұмдық, мынағаларға кім рұқсат берді бұлай істеуге дейді. Бәрі болды. Бәрін көрдік. Енді одан бері бір жыл өтті. Бір жылдан асты тіпті. Ойлағанбыз. Кешіресіз, орысша айтып жатады ғой, черный пиар, тоже пиар деп. Айқын бір жақсы бір пиар жасап жүрген жоқ па, қалай ойлайсыз? Черный пиар, конечно, тоже пиар, но не очень желательный пиар. Әрине, мынау не деген сұмдық деген жарнамадан гөрі, о мынау керемет екен деген жарнама екі есе артық жұмыс істейді. Сондықтан енді әрине біз осыдан 3-4 күн бұрын қарағанда Айқынның сол инстаграмдағы сол видеосы 60 мыңнан артық просмотр жинаған. Демек 60 мың адамның ішінде осы Харри Поттер туралы білмей жүрген тіпті 10 мың бар делік. Сол 10 мың Харри Поттер бар екенін білді, қазақша аударылғанын. Оның 5 мыңы Айқынмен келісті делік. 5 мыңы мен бәрібір бұны оқымаймын деді делік. Тағы да бір 2 мың, 3 мыңы. Соның ішінде бір 1000 адам болса да, мынау күшті ғой. Харри Поттер қазақ тіліне аударылыпты ғой. Демек бұны алып оқып көру керек деп ойласа, соның өзі әрине жақсы. Бірақ егер Айқын мынау керемет екен деп видео шығарып, оны 60 мың адам көрсе, сол 60 мыңның 30 мыңы мүмкін кітапқа қызығар еді. Бұл енді көрдіңіз ба, Айқынға тапсырыс берген жоқпыз, бірден айтып қояйын. Өйткені кәдімгі былай орысша айтқанда бір сөздерінен бір недовольство естіліп тұрды Айқынның айтқанынан. Сіз өзіңіз жалпы ең алғаш сол видеоны бір көрген кезде қандай реакция болды сізде? Реакция болды, ең алдымен сонда бұл кісі өзін өмір бойы осы салада жұмыс істеп келе жатқан бізден артық білемін деп ойлай ма деген реакция болды. Енді оқырман мына бір нәрсені түсінсе дейміз. Ол бір орысша айтқанда сбухты барахты дейді ғой. Аспаннан алып қоя салған, ойымызға келген нәрсені жаза салған, болды біз осылай жазғымыз келеді, болды сендерде шаруамыз жоқ деген әңгіме емес. Ол қанша ойлану, толғану процесінен өткен нәрсе, ақылдасу, жазып көру, айтып көру, соның бәрінен өткен, ол бір жарты жылдай уақыт жүрдік біз толғатып. Осы Гарри дейміз ба, Харри дейміз ба, Харри дейміз ба, қайсысы дұрыс, ана мамамен барып ақылдасамыз, мына мамамен барып ақылдасамыз, бұл қалай болады дейміз, өзіміз күмәнданамыз, өзіміздің шағын редакциялық топтың ішінде келіспей, жоқ бұл болмайды, болады, келіспей болғаннан дұрыс екенде бәріміз келісіп отырмыз, бірақ осы нәрседен болады ғой деп ақырында бірақ шешім қабылдадық, бірлесе отырып, не болса да көріп аламыз, шыдап аламыз, бірақ ең дұрысы осы, осыны біз жасаймыз деп сондай ұйғардық. Және әрине білдік, бәрін болжап, осындай болады ау деп, бірақ дәл бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Мынау сол видеосында ол айтып жатады ғой, онсыз да қазіргі балаларға қиын қазақша оқу, тіпті одан сайын ауыр, күрделі қылып жіберген деп. Басқа, мысалы, менің балам оқыды деген оқырмандардан дәл осындай бір пікір болды ма? Болды, бірен саран. Балам тілін түсінбей жатыр деген пікір болды. Бала тілін түсінбей жатуы әбден мүмкін. Өйткені біз шығарып отырған бұл кітаптардың тілі қазіргі оқулықтардың, қазіргі медианың тілінен сәл
Өзгеше дейсіз ғой. Иә, өзгеше, кәдімгі өзіміз, аталарымыз, апаларымыз, әке-шешеміз сөйлеп, бізбен дастархан басында сөйлескен қазақ тілі қазіргі оқулықтардағы енді мойындауымыз керек, және оны ашық айтудан тайсалмауымыз керек, жасанды тіл емес. Кәдімгі қазақ тілі. Әрине ол сол бір жолы болды, бір жағдай, маған бір редактураға бір кішкентай 20 беттік балаларға арналған кішкентай кітапша келді. Орыс тілінен аударылған кітап. Енді автор жалпы оқиғаның өзі қазақ ауылында болған нәрсе, бәрі қазақ тіршілігі туралы оқиға, кішкентай ғана әңгіме, бірақ автор өзі орысша жазады екен де, оны қазақша аудартады екен. Соны маған бір күмәнмен мынаны көріп беріңізші деп жолдапты. Соны балама көрсеттім. 15 жастағы балама көрсеттім. Балам, мынау саған қалай деп едім. Нормально, біз осындай оқулықтармен оқып жүрміз ғой деп. Осындай тілді ғана түсінеміз біз деді. Демек, біздің қазір балалардың өзіміздің ең алдымен тіліміз өзгеріп кетті, және өзіміздің тіліміз өзгерген соң балалардың тілі өзгерді. Және енді ең маңызды дүние, ең қазіргі бізге зиян болып отырған дүние, ол оқулықтардың тілі жаман болып кетті. Көп оқулық, енді қазақ тілі оқулығынан басқасы, қазақ тілі әдебиеті оқулығынан басқасын бәрі орысшадан аударылады. Ол құпия да емес, ешкім оны жасырмайды да, оны бәрі біледі, және тілі жасанды болып кетті. Медианың тілі онсыз да енді жалпы кейінгі бір 2 жылда болмаса, енді түзеліп келе жатыр. Ал әлеуметтік желілердегі сол тіпті айқындардың өзінің, әнші жұлдыздардың өзінің тілі мүлдем. Енді мысалы видеоны көрсеңіз арасында орысша араласыз ғой. Енді ол орысша араласты, уже деп бәріміз айтамыз ғой, уже, давай деген нәрселерді. Зачем дегенді де мысалы ондай айтамыз, бірақ мүмкін соны жөндеу керек шығар бізге. Жоқ, енді біз әр адамның тілін жөндей алмаймыз. Барынша міне біздің сол тілді жөндеуге қосып отырған үлесіміз осы Харри Поттер. Енді ішінде әріп қате болуы мүмкін, оны мойындаймыз. Әріп түсіп қалған, кейде біз тексті көп оқимыз ғой. Бір кітаптың текстін 6-7 ретке дейін оқимыз кейде. Сондайдан жаттап аласың. Жаттап аласына түсіп қалған әріпті байқамай өтіп кетесің. Сондай жағдай болуы мүмкін. Ол енді кітап басу ісінде, баспа ісінде болатын дүние. Ал жалпы тілін балаларға оқытуға біз әбден лайықтадық. Мысалы, оның өзінің, Роулиңнің өзінің стилі де сондай. Алғашқы кітаптары, бірінші, екінші, 3 кітабы өте жеңіл жазылған. Сөйлемдері қысқа-қысқа. Біз бәрін сол күйінде, біз мысалы шұбалаңқы ұзақ сөйлемдер жасаған жоқпыз. Мысалы, 2 сөйлемді біріктіріп құрмалас сөйлем жасаған жоқпыз. Авторда қалай? Ол келді десе, біз ол келді деп жаздық. Өйткені ол да сол жастағы өзінің оқырмандарының енді жас шамасына қарай стилін лайықтаған, және біз де соны лайықтадық. Ал енді 4-ші кітаптан ары қарай, мысалы 4-ші кітапта кейіпкерлер жаңағы 3 бала 14 жаста. Әрине олардың да тілі басқаша. Мысалы 11 жастағы бала қалай сөйлейді, 14 жастағы бала қалай сөйлейді. Соған орай кітаптың өзінің стилі де, және жалпы оқиғаның шиеленісуіне қарай стилі күрделене түседі, және ол оқырман балада кейіпкермен бірге өседі деген есеппен жасалады. Мысалы қазір енді 14 жастағы, 15 жастағы, 7-ші кітапта тіпті 17-18 жастағы қыз жігіттер, мысалы, олардың әлемін, мысалы, 11 жастағы бала түсінбеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде баланың өзінің оқуына да жас шамасына қарай сондай ерекшеліктері бар. Мысалы, 10 жастағы балама Харри Поттердің 7-ші томын, мысалы, оқытсам да ол тілінен бұрын ол жердегі оқиғаны, ол шиеленісті түсінбеуі мүмкін. Ол жердегі кейіпкерлердің жаңағы ішкі толқыныстарын түсінбеуі мүмкін. Сондықтан жасына да қарай балаға осы ұсынғанда соны да ескеру керек. Ал енді осының тілі біздің қазіргі өзіміз сөзден қорықпай айтатын шығармын. Қазір қазақ тілін кішкене жөндеуге тазартуға қосып отырған үлесіміз деп білем. Айқын мырза ренжімей, одан да осы кітапты баласына оқытса жақсырақ болады. Қазір жалпы сатылым қалай болып жатыр? Сатылым жақсы. Енді біз сатылым есебін ешқайда жарияламаймыз. Өзіміз ғана білеміз, Құдайға шүкір. Сұраныс бар. Біз енді Харри Поттердің да басқа кітаптарымыз бар ғой. Солар бойынша лидер болып тұр ма? Былай меломанның бестселлер тақтасына бір рет шықты ғой деймін. Енді бұның бәрі жарнама аз. Біз аса бір ақылы жарнама жасап, жақсы бір промоушн жасап отырған жоқпыз, шын айтса. Қазіргі аз деп ойлаймын, біздің қазіргі істеп жүргеніміз
аз деп ойлаймын. Бірақ кітап дүкендерінде тұр, өте көрінетін жерде де тұр. Енді біз қазір жұрт көп білмейді ғой. Одан кейін мысалы Меломанның кітап сөресінде Харри Поттерға арналған бір 2x2 ма сондай үлкен 4 шаршы метрдей сөре бар. Ол жерде орысшасы мен қазақшасы тұр. Ағылшыншасы кәр бөлек сөреде. Мысалы орысша көп. Харри Поттер түрлі мұқабамен, Росман дейді, Махаон дейді, тағы да. Олар көп, және 7 кітабы бірге тізіліп тұр. Оның қасында біздің қазіргі шығарған 3 кітабымыз білінбей байқалмай қалады көбінесе. Біздің қазіргі бар үміт артып отырғанымыз 7 кітап қатар шығып, сөреде тізіліп тұра қалғанда, оған сөреден берілетін орын да көбейеді. Және жұрттың көзіне көбірек түсе бастайды. Сол кезде қызығушылық жақсырақ болады деп ойлаймыз, көбірек болады. Түсінікті. Мынау бір мемлекет жағынан немесе қандай да бір демеушілер бар ма бұл кітапта? Бұл кітаптың жалпы қазақ тіліне аударылу тарихына келсек, мысалы Раиса Сайран Қадыр Step and the World баспасының негізін қалаушы. Негізі осы кітапты Жоан Роулингтің Харри Поттер романдар сериясын қазақ тіліне аударуды мақсат етіп, армандап, және сол арманын жүзеге асырып отыр. Және осы жолда ол кісі ешкімнен демеушілік немесе инвестиция сұраған жоқ. Таза өзінің отбасының қаражаты, өзінің басқа бизнесінен түскен табысын салып отыр. Бұл жерде енді біз мемлекеттен ештеңе сұраған жоқпыз. Мемлекет бізге не береді былай қарағанда? Бұл госзаказбен жасалып жатқан дүние емес. Бізде қазір бір ғана үміт, мемлекет бізден осы кітапты сатып алса деген. Өйткені мемлекет сатып алса, ол кітапханаларға, мектептердің кітапханаларына сатып алса, бізге ары қарайғы томдарын шығаруға өте үлкен көмек болар еді. Соңғы көрген қандай бір фильміңіз бар, мысалы? Қандай бір туындыны сіз ұсынар едіңіз, мысалы? Білмеймін, кеше «Пираты Карибского моря» көрдім. Жас кезім есіме түсіп, ол фильмнің де шыққанына 16, жоқ, 17-18 жылдай болып қапты. Уақыт жоқ. Анау келді ғой, Жан деген мультфильм ғой деймін. Аударылды, дубляждалды қазақ тіліне, бірақ соны барып көруге уақыт таппадым мен. Әйтеуір, оның үстіне мен шын айтса бар ғой, кинотеатрлар ашылғанын білмей қалыппын. Кинотеатрлар ашылғанын білмей, тек әлеуметтік желілерде таныстарымнан жанды көрдік деп барып, афишаның қасында, постердің қасында суретке түскен фотоларын көргенде ғана барып қарай бастасам, кәдімгі кинотеатрлар жұмыс істеп жатыр екен. Бірақ кеш біліп қалдым, бізге лайық, бізге уақытына барып көруге лайық сеанс таппадым. Сонымен ол қалып қалды. Жалпы осындай бір мультфильмдерге қазақша дыбысталуына, сөйлеген сөздеріне қаншалықты көңіліңіз толады? Керемет. Шын мәнінде бізге қазір қазақша енді жылына біреу екеу ғой, бұл жерде үлкен кәсіби мамандар тобы жұмыс істейтіні көрініп тұр. Актерлар да мықты, дубляж сапасы да. Енді ол жерде біз мысалы Голливудтың, жалпы Холливуд дейді. Холливудта шығатын фильмдер мен мультфильмдерді дубляждауда ол мысалы келді, одан кейін осы жақта отырып дубляждай салмайды ғой. Ол әсіресе Диснейдің, ол толық Дисней корпорациясы ма, компаниясының толық бақылауымен жүргізілетін жұмыс. Сондықтан ол жерде сападан бір кішкентай кемшілік болса, ол өтпейді. Сондықтан енді тілі де керемет, аудармашыларына да, редакторларына да риза боламын. Сол кісілермен бірге жұмыс істесек қой, бізбен бірге келіп жұмыс істесе ғой, сол кісілер де ойлайсың. Жалпы ең сапалы жасалып жатқан дүниелермен, ол жақта әрине қаражат та жақсы, сапалы жасалып жатқан дүниелердің бірі осы қазіргі ешқандай претензия айта алмайтын осы болашақ аударып жатқан осы Дисней фильмдері, мультфильмдері. Ал қазіргі міндеттеме бар ғой, кез келген кинотеатрда кез келген фильм орысша, қазақша субтитрмен берілу керек. Вот сол субтитрлерге айтатын претензия жетеді. Мынау Харри Поттер
кәсіби тұрғысынан бір дыбысталған қалайсыз ба сіз? Жалпы бұрынырақта шығып кеткен фильмдердің дыбысталуы ол енді мүлдем басқа әңгіме. Жаңа шығып жатқан фильмнің дыбысталуы мен бұрын мысалы 10 жыл, 20 жыл бұрын көрсетіліп кеткен фильмнің дыбысталуы басқа әңгіме. Мысалы біз осы Харри Поттерді аударып жатырмыз, шығарып жатырмыз деп жарнама жасай бастағанда бір үлкен кісі Бердалы Оспан ағамыз тапқан екенсіңдер аударатын нәрсені деді. 20 жыл бұрын шығып кеткен дүниені аударып жындысыңдар ма? Вы еще Титаник переведите деді. Сосын ойладым, почему бы нет? Мысалы қазір Титаник болсын, осы Харри Поттер болсын, мысалы қайттан дубляждалып үлкен экранға шықса қазақ тілінде. Жақсы, мысалы Титаник Титаник шыққанда мен 15 жастамын. Енді қазір мысалы менің қызым, ұлым мысалы 16-14 жасқа келіп қалды. Олар да көрер еді. Мысалы енді қазақша көрер еді. Өте жақсы. Мысалы олар әлі Титаникпен оларға көрсеткен жоқпын ау деймін. Жоқ, мысалы енді Титаник, Харри Поттер мысалы дубляждалып тұрса, енді ол фильм дубляждалғанда енді ол қалай, мысалы дубляждалады, бір ай экранда жүреді, одан кейін бір подпискамен ба, бірдеңемен ол сайтта көруге болатындай болып тұрса. Енді Харри Поттер дыбысталды. Былтыр жаңа жылда қаңтар ақпан айларында ғой деймін, Қазақстан ұлттық арнасы, ол енді телевизиялық дубляж. Ол енді басқаша болады ғой дыбыстамасы. Телевизиялық дубляж, ол және ол жерде Гарри болды, Гермиона болды, философиялық тас болды, біздің істегенімізде мүлде бөлек болды. Тілі де, бәрі де. Енді оның үстіне фильм, және бізге осы жұртшылықтың қабылдауына, Харри дегенді қабылдауға бір қайшы келген бір фактор сол болды. Қатар келіп қалды ғой, мысалы қаңтар айында, жаңа жылдан кейін бірден бастады, қаңтар айында Гарри Поттер және философиялық тас деген фильм шығып кетті экранға. Ақпан айында біз келемізде Харри Поттер мен пәлсапа тас дейміз. Оларың не дейді жұрт. Осындай жағдайлар бар, және енді экранизацияланған туындылар өте көп қой, мысалы. Харри Поттердің өзін алсақ та, екі түрлі команда, екі жақта жұмыс істегеннен кейін, әрине ол бір-бірімен ешқашан ондай жағдайда ақылдаспайды, келіспейді. Мысалы, фильм дубляждалып шыққанын білген кезде біздің дүниеміз мысалы типографияда жатқан. Әркім өз бетімен дербес жұмыс істейді. Мұндай жағдайда сәйкес келмеу, бір-бірімен мүлде бөлек болу деген ол қалыпты дүние. Бірақ енді бізге айтылатын сынның ішінде де біреуі бар. Қазақстан шығарды ғой, Гарри деп ақ. Гарри деп ақ шығарды, философиялық тас деп ақ шығарды. Ештеңесі кеткен жоқ, сендер неге солай істей салмайсыңдар? Жоқ, біз олай істей алмадық. Біз олай істегіміз келмеді. Олай істеген дұрыс болмайды ойладық. Осылай істедік. Есімде бір жылдар осы Қазақстан арнасы Харри Поттерді тек қана субтитрмен ғана шығарды. Субтитрмен де болды. Фильмдердің солай шыққанына сіз қалай қарайсыз? Енді әрине мүмкіндік болса дубляждаған жақсы. Жалпы бізде осы қызға айтайын сізге. Қыз жібекті қайта дубляждап шығарған арналар болған. Қыз жібек, Гауһар тас. Бірінші рет естіп тұрмын, шыны керек. Мен өзім таңғалдым. Енді кезінде, совет кезінде фильмдер шын мәнінде алдымен орысша түсіріледі, одан кейін қазақша дубляждан. Жоқ, жалпы дубляж деген фильмдер былай түсіріледі де, одан кейін дыбыс бөлек салынады ғой. Сонда орысша және қазақшасы бірге салынатын. Гауһар тасқа да, Қыз жібекке де, кезінде Менің атым Қожаға да, осының бәріне екі дорожка міндетті түрде болады. Соны енді біздің фильм каналдар орысшасын алғанда, телевизиялық дубляж жасап, қазақша, ананың үстіне салғанда эфирге шығар. Анандай маразымды мен өмірімде көрген жоқпын, шын айтайын. Анау енді бір сорлылық. Қай арна екені есіңізде ме? Есімде, бірақ айтпай қояйын. Ол енді бар ғой, шын айтса, кейін анау служебный роман бар ғой, қызметтестер хикаясы. Соны да мысалы орысшасын қайта дубляждап шығарды. Әрине ол енді біздегі сол фильмдерге доступ, сол фильмдерге қол жеткізу мүмкіндігі шектеулі. Не проблема екенін білмеймін, бірақ Қазақфильм фондын, фильмдер қорын шашау шығармай ұстап отыр. Сондықтан оның қазақшасын алып эфирге шығаруға мүмкіндігі болмады екен, бірақ енді анау Менің атым Қожа мысалы, оны да сөйтіп, ол дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені ол сен бәрібір қанша жерден қайта дубляж жасаң да, әрине классика, сен оның бір сөзіне тиісуге қақың жоқ. Тым болмаса, егер сен
тіпті соны дубляждап шығарғың келсе, басқа мүмкіндігің жоқ, сен қазақшасын эфирге шығара алмайсың, орысшасы бар сенің қолыңда, және сен оны дубляждап шығарғың келеді. Тура ана қазақшасын бір жерден көріп, соның сөздерін көшіріп алып, соны қайтадан айтып берші. Оны жаңадан аударудың қажеті жоқ. Бәрі бар ғой. Осындай проблемалар бар. Дубляжға енді қазір жақсарып келе жатыр. Әйтпесе кейде қатты есімде қалғаны, біздің кім? Нұрғи Сәлімұрат көп айтатын еді осыны. Бір фильмде, бір сериалда ғой енді, жігіт қыздың аяғына туфли кигізеді, орысша ғой соны, тебе идут дейді. Сөйтсе астындағы субтитрда саған келе жатыр дейді. Мүмкін Google переводчик шығар. Google переводчик қой, әрине ол кім оны отырып аударады. Оған ақша жұмсағысы келмейді. Ондай нәрсеге шын мәнінде ақша жұмсағысы келмейді. Әрине Google. Мұна кинотеатрларда көрсетіліп жатқан фильмдердің субтитрлары да Google ма деп ойлаймын. Әрине қазір машинаға аударту, машинный перевод дейміз ғой, ол машинаға аударту мысалы қазір өте жақсы дамып келе жатыр. Осының сол машинаға аударту жақсы дамып келе жатқанның нәтижесінде қазір мысалы аудармашы деген мамандық ысырылып қалып, және оның орнына редактор машинного перевода деген мамандық шығу керек. Өйткені ол процесс анау жылдамырақ болады. Бірақ бәрібір ол да аудармашы, ол мысалы қанша редактор машинного перевода болса, ол бәрібір екі тілді жақсы білу керек. Ол ана машинаның шамасы келмей қалған тұстарын жөндеу керек болады. Бірақ енді дәл анандай құлып қирап жатыр дейтіндей, ол болмайтын нәрсе ғой. Жалпы бізде аудармашыларға қаншалықты сұраныс көп? Сұраныс көп. Сұраныс қай кезде де көп болған. Өйткені енді тәуелсіздік алғалы бері біз әлі күнге дейін контентті оригинал қазақша жасауға әлі жете алмай келе жатырмыз. Біз әлі күнге дейін дүниенің бәрін аударып отырмыз, сондықтан аудармашыларға сұраныс көп. Бұл жердегі проблема сол 90-шы жылдары квалификациясы төмен аудармашылар нарыққа шығып кетті де. Және олар сол кезде енді бір тиын болса да табу керек болды ғой, және олар бағаны қатты түсіріп жүрді. Сөйтіп кейін осы жағдай әлі жөнделмеді, әлі күнге дейін нарықта квалификациясы төмен аудармашылар және арзан қызметін ұсынып әлі жүр. Ал шын мәнінде мықты аудармашы өзінің уақытын, өзінің білімін, өзінің соған жұмсайтын күш-жігерін есептеп, бағамдап, соған лайық баға сұраса, ол оған сондай бағаны, сондай ақша төлеуге дайын тапсырыс берушілер әлі аз. Ал аудармашылар қай кезде де керек болады? Переквалификация дейміз ғой, тіпті жаңа редактор машинного перевода переквалификация болса да, бірақ тіл білу және принциптарын білу, аударманың редактураларын принциптарын білу, ол бәрібір міндетті болып қалады. Осы біз подкаст арасында мен өз басым обзор жасап тұрамын фильмдерге. Бұл бір соңғы сұрақ болсын. Оқырмандарға, көрермендерге, тыңдармандарға бір 3 фильм ұсынсаңыз. Өзіңіздің сүйікті. Титаник. Шын айтсам бар ғой, аса бір өзімді киноман санамаймын. Мен керісінше сізді киноман деп ойлап жүрмін. Жоқ, мен өзімді киноман санамаймын. Мен кейде болады бір фильмдер ұнайды, ұнаған соң қайта көретін кездер болады. Премьерадан қалмауға тырысатынмын бұрын. Карантинге дейін премьерадан қалмай, премьера демес, тіпті премьера емес, жалпы экранға жаңа фильм шықса, міндетті түрде барып көргім келетін. Маған әсіресе қазіргі өзімнің өмірлік кезеңімде, өмірімнің осы қазіргі кезеңінде көп есіме түсіп жүрген бір фильм бар. Осы 2013-те ма, қай жыл шыққан есімде жоқ. «Удивительная жизнь Уолтера Митти» болды ғой деймін. Қазіргі кезі мен сол фильм мен неғып екенін қайта есіме түсе береді. Соны қайта көргім келіп жүр қазір. Одан кейін және Джонни Депп ойнайтын кез келген фильм. Сүйікті актерім сияқты болса. Сүйікті актерім Джонни Депп. Оның шеберлігіне тәнтімін. Оның фейс әдемі екен ол өз алдына. Шеберлігіне тәнтімін.
одан кейін мүмкін Роберт Дауни, кіші Роберт Дауни ойнайтын фильмдер. Маған мысалы Роберт Даунидің Чаплинді ойнағанын ұнайды. Чаплинді ойнағанын ұнайды, және сол Чаплиннен есімде қалған бір эпизод бар. Сол кездегі депрессия болды ғой Америкада. Біз оны қазір біресе алапат тоқырау дедік, біресе ұлы депрессия дедік, біресе ұлы тоқырау дедік. Әлі күнге дейін сол Великая депрессияны қалай аударарымызды білмей жүрміз. Сонда Чаплин өзі бір ситуация болады, білмей қалады болып жатқан жағдайды. Не білмей ма, не ақпарат дұрыс, әлде басқа жақта жүре ма, әйтеуір бір фраза: в моей стране происходит такое, а я об этом ничего не сказал дейді. Жылайды: я об этом ничего не сказал деп. Сол фраза мне сол фильмді көргелі бері сол фраза мен ойымнан кетпейді ешқашан. Бірақ қалай содан бері түсіндім, ничего не сказал деген ол айту емес, ол істеу екен. Сол бір түкпірде жүреді әйтеуір үнемі. Ойымнан кетпейді. Ойымнан кетпейді, және бір ұстанымның бір бөлшегіне айналды. Сол Құдай сол ничего не сказалдан сақтасын деп. Жақсы, Назгүл ханым, сізге көп рахмет уақытыңызды бөліп бүгін келгеніңізге. Бір расында да бір жақсы әңгіме, жақсы подкаст болған сияқты. Бүгін менде қонақта болған белгілі редактор Назгүл Қожабекова. Көп рахмет сізге тағы да. Рахмет. Караван әрдайым жаныңызда болсын.